Ассаляму алейкум, урметлі серджілер. Бу UATV студияда Украина хабарлары бүгін июльнің 5 жұмақшымы күні. 3 ел умумия пеш жазасына макюм Кремль незарет алтында олған Қырымның Ақшейх район махкемесі Украин фали Володимир Балухқа бөле үкім чықарды. СИЗО ишини замы бозово ақында экинжи Джинаидовасы бойынша. Шу жүмледен Тешвихатхане башы Валерий Ткаченкаға санки уджум еткені үшін. Бірінші Джинаидовасы қанунсыз суреті силя сақлап тұтывы елі. Топлу оларақ Балух 5 ел апеш жазасына макюм етілді ве $156 жүреме одейджек. Қырым фермері Володимир Балух на 2016 сенесі декабрьде Русия құветшілері селя сақлап тұтуында әсассыз қабатлап тұтып алды. Бұл сененің январь айында ешғал етілген Қырымда Кремльнің незареті алтында олған махкеме оны 3,5 еллық колония жазасына макюм етті. Бұндан ғайры Балухны тақиқа Тешвихане башлығына ұжымда қабатламақ істейлер. Наразылық білдіріп, мартның 19-ында макюм мудетсіз ачлықны илан етті. Қырым сәкені Украина тарафдары олғаны себебінден саяси репрессиялар құрбаны олды. Қайдеті ұқу құройжылар. Айрыжа ярмадының илхақы башында Озевы давамында Украин байрағына асып қойған еді. Володимир Балух Текевхане башлығына ұжым еткені бойынша қабатлав әсассыздар. Бұның ақында UATV-ге тесір еткен вақытта Қырым ұқу қорчалайжы группасының эксперті Владимир Чекрыген білдірді. Оның сөзлеріне көре Балух үшін чықарылған макюм Украин тарафдары олғаны үшін жазалавдар. По сути, это расправа над активистом. Ишнын аслы фаал устунден жазалав, о махкеме чықарған бірінші үкіміне разы олмады. Күрешні девам етіп истинафлар берді. Махкеме залында белелафларының чықышта бұлынды. Қырым ішғалі ақында ве Украинаға мен суплігіне өзме вамыны білдірейді. Айны бұл себептен күреші үшін екінші Джинаидовасы açıldı. Русия тарафында ишғал етілген Украин территориясында 700 рус танк, бинден зияде артиллерия ве 300 зияде атеш системалары ярлеші. Бұның ақында Украина президенті Петро Порошенко РТС Серб телеканалына интервью берген вақытта бұ арби техника Алмания селануындан чоқ олғаны білдірді. Москва суверен ве мустақил девлетке қаршы тежавуз етеве Кремль үшін ешбір сыныр жоқ, айрыжа ачық женг алып барувда. Президент Донбасста бұзлатылған чатышувде гіл қызғын женг олғанына қайдетті. Авропа бірлігі Украинаға €1 миллиард макромайлиеве ярдым бережек. Авропа парламентінің башы Антонио Таяни мұнасип қарарына имзалады. Бұның ақында Авропа бірлігінде Украина темсілжісі өз Твиттер сәйфесінде хабер етті. Паралар борч қапатмақ ве ислатлар кечірмеге кетежек. Русия тарафдарлары ве Башар Асадның ордулары Сурияның Дженеби ғарбында бомбардыман етмек яқындан башлады. Бұның ақында Сурияның инсан ақлары бойынша незарет меркезі білдіре. 15 саат içinde 600 кере авиация дарбелев етілді. Более етіп Сурия президенті Башар Асад Дженеби ғарпны өз незареті алдына қайтармақ істей. Reuters білдіргеніне көре территория чоқы қысмы исенжілардыр. БМТ-ның мәліматына көре 2 hafta devamında Suriya'nın Дженеби ғарбында 270 bin insan evlerini terk etti. Olar Urdun ve İsrail sınırları yanında olған rayonlarda sığınak қыдырмақ мечбур oldu. Бүйік Британияның телекөсізлік назирі Бен Уэллс, Сергей Скрипаль, Юлия қызы илем зерленген новичок сыныр паралитик мадде ақында Кремльні тәфсилатлы малюмат бермек чағырды. Бұның ақында Эймсбери шәрінде айны бойле маддеден екі ватандаш зерленгенінден сон білдірді. Бүгін оларның зерленуі бойынша Великобритания үкіметінің февкуляде комитеті отыруш кечірежек ве екі инсан белі олмаған мадденен зәрләнділер. Олар жұмартысы күні Солсбериден 11 километрді ұзақлығында ерлешкен Британияның Эймсбери шәрі мескен евде
Эссыз алда тапылды шымдылек олар Солсбері район хастаханесінде интенсив тедави бөлігінде. Дорт ай эвел Солсбері мерkezінде Русия хафиялек идаресінің сабық полковнигі Сергей Скрипаль Юлия қызы елі әсі салда тапылған еді. Екемлер оларны құртарып олды, тақиқатшылар олар Русияда япылған новичок кибі сыныр паралитик мадденен зерленгеніні белгеледі. Лондра Москваны Бүйік Британия территориясында химиеви селя құлануында қабатлады. 23 рус дипломатны кері йоллады. Бұл вазиятте қыралыққа 28 мемлекет қол тұтты. Умумен олар аман 150 рус дипломатыны йоллады. Шу жүмледен 13 данесыны Украина. Украина хабер сиясеті назерлегі Украина қында ұзын фильм чықармақ планлаштыра. О қысқа метражылы уч фильмден ибарет олажақ. Бұның ақында хабер сиясеті назерлігінің Девлет Кетебі Артем Биденко білдірді. Бірінші қысым енді азыр кинотриптихте Украина бойынша Японның сияхаты ақында сағыл, яғни дякуй фильмі көрсетілежек. Бұл қысқа метражылы фильм 2017 сенесі сонында тақдим етілді. Жапония, Романия, Литония ве Португалия серджелері için енді көстірілді. Фильм халқара кинофестивалерінде бір қач мукафат алды. Дайки қысмы 2019 сенесі сонуна қадар чықырылмақ планлаштырыла. Uzun фильмні балабан экранларда көстеріп, Украинаны дүнияда популярлаштырмақ істенілі. У нас задумка зробити такий триптих. Буле триптих япмақ ниетінде мыс чүнки дякую, бұл қысқа метраж 25 даққалы фильм. Біз уч қысым япмақ істейімізді. Екі мемлекет алып, насыл бұл мемлекет олажақ мен айтып бермеджен ве буле етіп балабан метража чықмақ. Париж мен сені севем кино кебем. Сон оны балабан экранларда көстірі башламақ. Бұл планлар әнді кележек сенеге. Чүнки шымдыда әке қысым чықарып оларының айыры тақдымыны етмек керек. Ветек сон оны бір фильмге кетірмек. Украинада сейвека бот адланган бірінші экологик бот пейдалды. Әтрафтаки муитнен меракланган әрбір инсан үшін мераклы олажақтыр. Шымдылек бұтын малиматны телеграм мессенджеранды көстере. Біраз сондыра башқа құланымларда да çalışacak. Эко-бот яратыcıları Днепродан. Жима тербаплары экология незерлігінен берабер бұ бот узеранды çalışıp оны мукимелештірежеклер ве шымдылек бот ярдымы Әтраф муйтыны булаштыру фақында толу малюмат алмақ мүмкін. Можно искать по... Регионлар бойынша қыдырмақ мүмкін, егер региональтарыны япмақ істесеңіз, яда шirketіңізні адыны айтыңыз. Бұдан әле регионлар бойынша бақмақ мүмкін. Людям дуже важливо розуміти. İnsanlar üçün yaşagan territoriyalarında neler olup geçkenini bölmek pek muhimdir. Nasıl etip hepsi bu onların sağlığına tesir etkenini. Etraftaki muhitki tesir degerlendirüvü boyunca başlagan prosedurası miqdarına göre birinci yerini uç vilayet tuta. Lvivska, Харьковska ve Poltavska. Киевде сувға сычыра в бойынша ешлық чемпионатының логотипі тақдим етілді. Ярышлар елінің 22-29 арасында сувлы спорт чешетлері сарайында олып кечежек. 47 дүния мемлекетлерінде иштиракчылар бекленілі. Бұның еле бұл чемпионат октябрьде Аргентинаның Буэнос-Айрес шәрінде олып кечежек. Яшлық 2018 Олимпик ойынлары үшін сайланув ярышыдыр. Күтлеви хабер васталары векелеріне дүния чемпионаты олып кечежек. Ері көстірілді. Оларның арасында бізім, чекім, группасы да бар еді. Матбуат конференциясы вақтынча журналистлерге суға сычырав бойынша 2018 дүния яшлық чемпионатының логотипі тағдым етілді. Оның дизайненде Украин пайтақтының эсас тімсалеве бұл спорт чешетінің дүлберлігі бір-біріне пек уйғын келе. Символика каштана. Тимсал Киевке станесіне 10 метрлік yüksеклекте суға doğru кірген дүлбер қыз. Украина жима тақымының капитаны София Лыскун бұл қызының прототипыдыр. Сулу спорт чешетлері сарайының идман залында София бір қач сычырабны нумайыш еті. Энджи сәретлелер оларны тәкраламақтырышы. Сальта назад. Evdeki dünya чемпионатында София Лыскун медаль алмақ шахси тарзда yüksеклекте трамплинде синхрон ve 3 метрлік трамплинде ярышыжақ.
Самая любимая это вышка. Мен бу алетны бегинем ве onun üstünde metal almak elde etmek isteyim. Чемпионатта Украина takımını 12 sporcu temsil edecek. Очень интересная. Pek meraklı программа çeşitleri oğanlarda Hulide Sinxron Sıçırov'da. Bizde Sinxron çifti Naumenka Serbin. Mana şimdi onlar Avrupa çempionatından gümüş medallerin kaytıp geldi. Onlar nasıl etip kurashacağına bakarıq. Geçken sene yende Kiev özünde suha sıçraf boyunca Avrupa çempionatını kabul etken edi. Şehir 2019 senesi Mayıs'ta Katavi birinciliği geçirmede de istegini yazıp verdi. Мы приклали Bu yarış Ukrayna'daki çuvani. Dünya spor topluluğunda nüfus kazanmak Ukrayna böyle seviyeli birler geçirmeli devlet olğanı hakkında fikir şekillendirmek için biz bütün güç kuvvetimizni koyduk. Suha sıçraf boyunca dünya yaşlı çempionatı Ukrayna'da ilk sefer olup geçecek. İştirakçılarının emsalsiz sayısı 47. Memleketimiz hakkında onlarda yaxşı təəssüratlar olğanı biz için pek mühimdir. Dünya yaşlı çempionatı yılın 22'sinde başlanacak seyirciler için kırış serbesttir. Açılış tedbirinden son birden karışık takım yarışlarında final olup geçecek. Урметлі сәржелер, bu дақиқаға bu sonki haberimiz еді. Дады haberlerini sizler UATV.ua saytımızda оқи білесiniz. UATV ile olunuz, sağlıqnen қалınız, көрішкенде.